Bunlardan alalım da. Herkes ürün aldı. Hande niye aldın da sen? Bu seçimde. Söz Türkiye'si bu birinci topka arasında. Mamanlık birinci topka. Hande aldın. Mamanlık birinci topka. Söz Türkiye'si ikinci topka. Ödevsiz üçüncü topka var. Bu oyunda bir mamanlık aldığında mamanlık alsa birinci topka geliyor. O zaptlarını aldı ki. Topka bulunuyor. Topka bölünecek. Sinirdim. Soğumuz mamanlık soğuk olur. Birinci top, ikinci top, söz Türkiye'si, üçüncü top, Kırgöy'le söz. Valla olay olsa biz Türkiye sarayında hangi takım ettik? Hangi takım ettik? Traktı, söz Türkiye'si. Valla traktı, söz Türkiye'si ötsek biz birinci topka kapsırmalar geleyim. Birinci top. Var onun karan. Kapsırma. Şimdi yapma. Karanga. Kapsırmalar. Yine karavanında kapsırmalarında. Karavanında. Bir tarafında kapsırmalar. Birinci top. Karandırma. Hadi kapsırma bir karayavında. Ya bundan sonra aytalım. Kim aytalım? Yürüyecek. Ya kiri aytalım. Kiri. Bir mağalarla bütçetin sözü söz Türkiye'si de ortaya. Мысалы, қара қылды қақ жардар. Iya, kağı. Kağı mандай. Қандай сөзде берілген kağı? Бірінші топта тапсырма бар ғой kağı? Қандай тапсырма берілген? Қуану дейді. Қуану. Ал сөз тіркесін айтамын. Қуану. Орнынан тұрып айтамын. Қуану. Екі құлағында. Дұрыс. Тағы тапсырмадар. Алыста дейді. Алыста не айтамын? Көз ұшында дұрыс. Тыңдамау дейді. Құлақ аспау. Өте жақсы балалар. Бір-бірімізді шапалақтап қоя қояйық. Екінші топ сендерде қандай тапсырмалар бар? Қарайшы балалар. Оқыңдар. Қандай тапсырма? Төбе шашы тік тұрды. Қорықты деген тапсырмалар өте жақсы. Қолдарын бас бармақпен бағалап қояйық. Өздеріңізді жарайсыңдар. Ал үшінші топ? Иә, айта ғой. Қас пен көздің арасында ғайып болды. Бірінші сұрағымды оқы. Тұрақты сөз Түркиясын құрап сөйлен тұрады. Қандай сөз бар сенде? Қас пен көздің арасында ғайып болды. Жоқ, енді сен осыған қас пен көздің арасында дегенде сөйлем құрайсың ғой. Ал сөйлем құра. Ол Қас пен көздің арасында ғайып болды. Қайтадан айтшы, түгел. Ол қас пен көздің арасында ғайып болды. Дұрыс. Ал екінші қандай? Тайға Таңба басқандай. Жарасты кінәсі тайға таңба басқандай еді. Үшінші тапсырмаңыз бар. Мойны жар бермеді. Айманның мойны кітап оқуға жар бермеді. Қайталап айтшы. Айманның мойны кітап оқуға жар бермеді. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Қол шапаттап қоя қояйық. Жарайсыңдар. Тапсырмаларыңыз болсаға қоя қойыңдар. Түсіре берейін ба, көтерейін ба? Түсіре берейін ба? Бұлай болса балалар, біз енді тақтаға қараңдар барлығыңыз. Тақтаға қараң. Мына сөздер көріне ма?
қойып қойдым мен міне. Белгі қойып қойдым. Содан өздерің мына әр сөздің бас әрпінен бастап бір сөйлем құрайсыңдар. Сөз құрайсыңдар. Әр сөздің. Көрдіңіздер ме? Әр сөздің. Кім тапты? Күрделі сөз. Дұрыс па балалар? Сендер де тапқан солай шығып тұр ма? Қалай алдыңдар енді? Қарайсыңдар? Қандай сөз шықты? Күрделі сөз. Олай болса, біз балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Күрделі сөз. Өтеді екенбіз. Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, біз ережеге қараңдар. Ережеге. Екі немесе отырма. Екі немесе қалай екен ережеміз? Екі түсіндік па? Қандай екен күрделі сөз дегеніміз? Екі жарайсыңдар. Олай болса балалар, жазамыз балалар. Бүгінгі күннің жадын жазамыз, тақырып жазамыз. Екі бағанға өттірейін. Екі бағанның сөздерін жаза қойды. Екінші бағанға, екінші топтан келе отырыңыз. Кел. Екінші бағанға жазамыз. Сендер әдемілеп көркем етіп жазғандар дәптерлеріңе. Мына допты ұстайсыңдар. Сендер мамандық тобы. Бір мамандықты айтасыңдар. Екінші соның қызметін айтады. Түсінесіңдер ма? Топпенен. Бірінші топ. Бір мамандық айтасың. Соның екінші қызметін айтады. Жоқ, бір Ұшқыш қаттай. Ұшқыш не істейді? Ұшқыш асқышларды екінші. Бір мамандықты айт. Өзің мамандықты айт. Дәрігер адамды емдейді. Дәрігер адамдарды емдейді. Мұғалім балдарды оқытады. Өзің бір мамандықты айта ғой. Қандай мамандық? Құрылысшы болсын. Айтады, есіңе түскен. Құрылысшы істейді екен. Құрылысшы істейді. Жақсы. Құрылыс жасайды екен. Жақсы, екінші топ сендер сөз тіркесі. Тұрақты сөз тіркесін айтасыңдар. Екіншісі мағынасын айтады. Бір-біріңізге. Екіншісі мағынасын айтады. Тұрақты сөз тіркесі. Екіншісі мағынасын айта қойсын. Өткен сабағымызға байланысты.
İyi. Sen de ayt. 15 yaşı. Şundan Boy olsun. Dürüst, koy ağzından şov olmaz. Ne degen eken koy ağzından şov olmaz degen. Buaz, mumun eken. Al sen ayta o endi. Qanday so'zlar tushuntirsiz? Al. İç canlı deb o'tibdi. İç canlı. Gündüz adamda aytadi ekan. So'rayman. Al senga bugungi taqdirimizga байланысты. Балалар. 19-chu topshirmani dasturida o'qiymiz. Bir ay söyleyeceğim. 19-chu topshirma. Yuvasasında maqdis. Matnning taqribi bo'yicha o'yin mazmuni bo'lsa, so'zlar matnni izladik. Birinchi biz matnni izladik bolalar. Tundab olaylik. Qo'yma. Matnni tundab olaylik. Yaptık. Мәтіннің тақырыбы бойынша оның мазмұны болса, содан соң мәтінді мұқият тыңдады. Хиуаз Достанова. Хиуаз жасынан қарыз, бірбеткей, еркін, намысшыл, қыз болыңызды. Өз құрлары сияқты қуыршақпен ойнауға әлкеншілік етуге қызықпады. Ол әкесі жалақысын алған сайын кітап сатып алуды әдетке айналдырды. Хиуаз өте алғыр болып, 6-шы және 7-ші сыныптарды бір жылда бітіріп шықты. Ұшқыш болуды армандаған қайсар қыздың шешіміне әке-шешесі қарсы болмады. Ол Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына барып, бағын сынады. Жолы болмаған жас қыз мединституттан алған білімімен еңбек етті. Болашағын әуелеген бұлттар арасынан көрген қазақ намысшыл қыз болып өсті. Ол құрбылары сияқты қуыршақпен ойнауға әткеншек тебуге қызықпады. Ол әкесі жалақысын алған сайын кітап салуды әдетке айналдырды. Хиуаз өте алғыр болыпты. 6-шы және 7-ші сыныптарды бір жылда бітіріп шықты. Ұшқыш болуды армандаған қайсар қыздың шешіміне әке-шешесі қарсы болмапты. Ол Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясын жас қыз мединституттан алған білімінен жылды еңбек етті. Болашағын әуелеген бұлттар арасынан көрген қанатты қыз аэроклуб оқуына жазылды. Сүт сүйкімді қазақ қызының алғырлығы мен қайсарлығының қызыққанына атақты ұшқыш Марина Раскова Хиуаздың ұшу өнеріне баулыды. Қағылез оғымтал ширақ қозғалатын икемді. Bir betke kaysar, batıl, tek, minezdi. Түсіндік балалар? Олай болса балалар, осы мәтін бойынша түсінгендеріңді айтып беріңдер. Бірінші топ тапсырмаларға қарауында, екінші топ. Кім әңгімесі? Фазила? Фазила айталы. Хиуаз жасында қағылез, өткір, қыз болыпты. Осы мәтін бойынша Қылар сияқты ұшақ, әткеншек теуіп ойнауды ұнатпайды. Ұшуды армандайды. Әкесі жалақысын алған сайын қаш алуды әдетке айналдырған.